Табиғат адам баласы үшін шексіз ресурс көзі. Бізді қоршаған ортадағы өмір сүруге және шаруашылыққа қажетті элементтердің барлығын табиғи ресурстар деп атаймыз. Оларға тау жыныстары, су, ауа, топырақ, өсімдіктер мен жануарлар жатады. Адам мен табиғат арасындағы үйлесімділік экономиканың дамуының басты негізі. Табиғи жағдай мен табиғи ресурс айырмашылығы көбіне бұл екі ұғымды шатастырып жатамыз. Табиғи жағдай бұл біздің өмір сүруімізге ықпал ететін географиялық орта, климат, жер бедері. Ал табиғи ресурс бұл тікелей өндірісте және шаруашылықта пайдаланылатын байлықтар. Мәселен, биік таулар альпинист үшін демалыс орны, жағдай болса, сол таудың қойнауындағы кен ресурс болып табылады. Табиғи ресурстардың жіктелуі, классификация. Ғалымдар табиғи ресурстарды үш негізгі белгісі бойынша жіктейді: генезисі, шығу тегі бойынша литосфералық, пайдалы қазбалар мен жер ресурстары, гидросфералық, мұхит, өзен, мұздақ сулары. Атмосфералық, климаттық және жел энергиясы, биосфералық, өсімдіктер мен жануарлар әлемі. Шаруашылықта пайдаланылуы бойынша ресурстар: қуат көздері, отын, атом энергиясы, шикізаттар, металдар, ағаш және тұтыну заттары, ауыз су, жабайы өсімдіктер болып бөлінеді. Экологиялық жіктелуі, сарқылуы бойынша бұл ең маңызды жіктеу. Ресурстар сарқылмайтын, күн, жел, су энергиясы және сарқылатын болып бөлінеді. Сарқылатын ресурстардың өзі қалпына келетін, орман, топырақ және қалпына келмейтін, мұнай, газ, көмір болып екіге ажыратылады. Қазақстанның табиғи байлығы. Біздің еліміз табиғи ресурстарға өте бай. Қазақстан хром, ванадий, уран және мыс қорлары бойынша әлемде алдыңғы қатарда. Мысалы, еліміз әлемдік уран өндірісінің 40%-ын қамтамасыз етіп жетекші орын алып отыр. Алайда мұнай мен газ сияқты сарқылатын ресурстардың қоры мәңгілік емес. Сондықтан ғалымдар бүгінде энергияның жаңа көздерін іздеу үстінде. Қорытынды: табиғат ресурстарын тиімді пайдалану болашақ ұрпақ алдындағы парызымыз. Ауыз су тапшылығы мен пайдалы қазбалардың таусылуы бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Табиғатты аялау өзімізді аялау.